Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге Есімбай Амина Мадиқызы. Бұл сен білесің бе айтары. Бүгін біз қазақтың қасиетті жануары жылқы туралы айтатын боламыз. Жылқы ер қанаты, жылқы даланың жаны, еркіндіктің белгісі. Ол көшпенділер өмірінің тынысы, қазақтың сенімді серігі. Жылқы тұяғы тиген жерде тіршілік, дүбірі естілген жерде үміт бар. Жылқы түстерінің атауын білмейтін қазақ жоқ, бірақ күнделікті өмірде қолданылатын сөздер қатарына жатпағандықтан бұл атаулар ұмытылып бара жатыр. Ендеше сол атауларды бірге еске түсірейік. Мынау құла, бидайдай сарғыш жүні күнге шағылысып көзді арбайды. Қазақ құла атты құт санап бәйгеге қосқан. Ал мынау шабдар, денесі оттай жанып тұрған қызғылт қоңыр, жал құйрығы қара, көзге оттай басылады. Ал бұл көк жылқы, көкжиекпен астасып, аспанмен тілдесіп тұрғандай. Келесі бізде қара көк, түннің өзі сияқты. Күнге шағылса көк реңі жалтырайды, құдды бір қара бұлт астындағы найзағай секілді. Жылқы жай ғана жануар емес, ол қазақтың жүрегіндегі тұғырлы бейне, текті рух. Ал оның әрбір түсі бір тағдыр, бір тарих. Қазақы танымды бірге жаңартайық.